Павлодарда оқушыны TikTokқа видео түсірген үшін ұрған мұғалім өз еркімен жұмыстан кетті. Әдепсіз оқушымен жүйкесі тозған мұғалімнің текетіресі желде әп-сәтте тарап кетті. Дәл қазір көріп алайық. Ой-ой-ой. Бака. Ой-ой-ой. Бака. Больной, что ли? Ой-ой-ой. Бака. Қалалық білім басқармасының мәліметінше, мектеп оқушысы Ақмақ атты аниме кейіпкерінің сөзін сабақ үстінде айта аламын деп сыныптастармен бәстескен көрінеді. Қазіргі уақытта мектепте қызметтік тексеру жүргізіліп жатыр. Білім беру мекемесінің директоры анасынан да баланың өзінен де шағым түскен жоқ, алайда педагогтың мұндай әрекетіне жол беруге болмайды деп отыр. Бұл ретте балалардың сабақ үстінде тіпті мектеп қабырғасында да даңдайсуға жол жоқ екен айтқымыз келеді. Мұндай қағида қағаз бетіне жазылып маңдайшада ілініп тұрмаса да, ол орындалуы тиіс. Бұл адами қағида және оны бірінші кезекте баланың бойына атана, яғни сіз сіңдіру керексіз. Ал қит етсе мұғалім жапа жегетіні енді бесенеден белгілі, яғни баласын тәрбиелей алмаған атана үшін де педагог күйіп кетіп жатады. Осы тұста атаналар да бір сәт ойланса дейміз.